Сәлем балалар, ана тілі 1-ші сынып 9-ші сабақ тақырыбы қыста өлеңі, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Балалар, суреттен қандай мезгілді көріп тұрсыңдар? Бұл жерде қыс мезгілі, қар жағу. Балалар, мына суреттен нені көріп тұрсыңдар? Қыс мезгілі, қардың жауып тұрғаны, айналаның барлығы аппақ қарға толып тұр екен. Ал мына жерде құстар жылы жаққа ұшып бара жатқан. Осы өлеңнің авторы Ескен Елубаев 1942 жылы 18 ақпанда Жамбыл облысы Қордай ауданындағы Отар станциясында туған. Жер ақ қарға оранды, күн аязды боранды. Жылы жақтан келген құс жылы жаққа оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды үсітті, қысқа түндер ұзарып, кидік тон мен ішікті. Үсті деген, яғни суықтан беттің қатты тоңып қалғанын айтады. Өлеңдегі негізгі ойларды мынандай бөлімдерге бөлінген. Табиғаттың өзгеруі, жердің аппақ қарға орануы, күннің суытып, аяз бен боранның басталуы сипатталған. Ал құстардың қоныс аударуы, күн суытқанда құстардың жылы жаққа ұшып кететіні айтылады. Адамдардың күйі, суықтан мұрынның қызарып, құлақтың үсуі сияқты алғашқы белгілер және жылы киімдерді кию қажеттілігі көрсетілген. Уақыттың өзгеруі, қыста күндізгі уақыт қысқарып, түндердің ұзаратыны туралы мәлімет берілген екен. Неліктен қыста түн ұзарып, күн қысқарады деген өлеңдегі сұраққа жауап берейік. Бұл күннен бастап күн ұзарып, түн қысқара бастайды. Жыл сайын қыстың тоқырау күні желтоқсанның 21 мен 22 аралығында келеді. Күннің қысқы тоқырауы күндізгі уақыттың жылдық қысқаруы аяқталатын күн. Ол жердің өз осынан айналу барысында күнге көріну мүмкіндігінің мейлінше азаюы. Халқымыз мұны қыс ортасы, ең қысқа күн, қыстың алғашқы күні деп те атаған. Бұл кезде солтүстік жарты шарда астрономиялық қыс басталып, солтүстік полюс қалың қараңғылық құшағында қалады. Күннің қысқы тоқырауынан соң күннің біртіндеп ұзаруы басталады. Атаулы күнге байланысты бірнеше наным сенімдерді қалыптасқан. Бала, түнгі уақыт болса, мынау күндізгі уақыт. Қардың жауып, елдің барлығы, көшенің барлығы да. Екінші сұрақ, қыс несімен қызықты? Ерекше және қызықты мезгіл. Ол өзінің аппақ қарымен, суық ауа райымен және ұзақ түндермен сипатталады. Қардың әрбір түйірі өзіне ұқсамайтын әдемі пішінге ие. Қармен жабылған ағаштар, үйлер, жер бәрі де ақ түске боялып, көздің жауын алады. Қарда ойнау балалар үшін ең үлкен қуаныш. Аққала жасау, қар атысу, шанамен сырғанау тек ойын ғана емес, денсаулыққа да пайдалы. Қыстың ең күткен мерекесі жаңа жыл. Отбасымен жиналып, сыйлық алмасып, көңіл көтереді. Сондықтан қыс мезгілі табиғаттың керемет құбылысы және көптеген қуаныш пен естеліктер сыйлайтын қызықты мезгіл. Яғни балалар қысты күніне бірінде әртүрлі ойындар ойнап, шаңғы теуіп, аққала жасап, коньки теуіп, сырғанап жүргенін байқауға болады. Екінші жаттық, өлеңді көшіріп жаз. Далада қар борайды, ақ мамыққа орайды, мұз болады, қатады, жып-жылтыр болып жатады. Қарамен берілген сөздер дауысты, дауыссыз дыбыстары жат. Енді қарамен берілген сөздер қандай мағына береді екен? Қар. Далада қардың борап, айналаны ақ мамыққа орап тастаған айтылады. Бұл жерде автор қарды жұмсақ мамыққа теңеп әдемі суреттейді. Мұз. Күн суытқанда судың қатып айналаң жып-жылтыр мұзға айналатын сипаттайды. Бұл шумақты қысқы табиғаттың екі негізгі белгісі бораған ақ қар мен жылтыраған мұз туралы сөз болады. Қар дегенде 3 әріп, 3 дыбыс, 1 буын, Қ-Р дауыссыз дыбыстар, А дауысты жуан. Мұз 3 әріп, 3 дыбыс, 1 буын, М, З дыбыстары дауыссыз, О дауысты дыбыс екен. Үшінші жаттығу суреті бойынша мәтін құрам. Тірек сөздер: мал, қора, суару, жем беру, қар көру. Мәтіннің аты қысқы еңбек. Қыс түсіп, жерді қалың қар басты. Бұл мезгілде ауыл адамдардың жұмысы көбейеді. Олар малдарын аяздан қорғап, жылы қорада ұстайды. Ең алдымен малшылар қораның ішін тазалап, малға шөп салады және уақытылы жем береді. Сонымен қатар малды таза сумен суару маңызды іс. Суретте көріп тұрғанымыздай, тіпті кішкентай бұзауларға да ерекше күтім жасалып, жылы сүт берілді. Сыртта да жұмыс қызу жүріп жатыр. Қораның айналасын қалың қар басып қалғандықтан, адамдар жол ашу үшін қар күреумен айналысады. Қыстың аязды күндеріне қарамастан, адамдар өз кәсіптеріне жауапкершілікпен қарап, еңбек етеді. Аман есен шыққан малдар көктемде далаға шығады екен. Дәптермен жұмыс, Ё әрпін әдемі көркем етіп жазамыз. Екінші жаттығу жаңа айтып өттік. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойыңыз. Біріншісінде перде, барабан,
Мысалы, балалар деп те жазуға болады. Мысық, мамыр немесе қар, тарақ, табиғат, нар, ақша, боран. Балалар, бүгін біз туралы әңгіме қозғадық және сурет бойынша мәтін құрастырдық. Дауысты, дауыссыз дыбыстарға ажыраттық. Сабақ аяқталды.